Б. П дыбыстары. Б және П әріптерінің емлесі. Мынау біздің мектеп. Бұл біздің сынып. Сыныпта 15 парта. Пернебек пен Перизат партада отыр. Олар кітап оқып отыр. Сөйлемдегі сөздердің ішінен П әрпі бар сөздерді табайық. Мектеп, сынып, парта, Пернебек, Перизат, оқып. П дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. Басқа қатаң дауыссыз дыбыстар сияқты сөздің барлық буындарында жазылады. П дыбысы қатаң болса, Б дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс. Б дыбысы сөздің басында, сөз ортасында да жазыла береді. Бақа, балық, бота, бидай сөздерінде сөз басында келсе, ал қаңбақ, домбыра, бұлбұл, абай, абылай сөздерінде сөз ортасында келіп тұр. Қазақ тілінде Б дыбысы сөз соңында келмейді. Орыс тілінен енген термин сөздерде ғана сөз соңында кездеседі. Клуб, штаб, микроб. П дыбысына аяқталған сөздерге дауысты дыбыстары жалғанса, П дыбысы Б-ға айналады. Кітап, кітабы, талап, талабы, мектеп, мектебі, доп, добы. П дыбысына аяқталған сөздерге У дыбысы жалғанса, П дыбысы Б дыбысына айналады. Шап, шабу, тап, табу, сеп, себу, кеп, кебу, теп, тебу. Кестедегі сөздерді дауыстап оқы. Есіңе сақта. П дыбысына аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, П дыбысы Б-ға айналады. Мысалы, кітап, кітабы, талап, талабы. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 9-ы үй жұмысы. 21-ші жаттығу 50-ші бет. Екі бағандағы сөздерді топтастырып жаз. Мысалы, шап, шабу. 23-ші жаттығу 50-ші бет. Сөйлемнің мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз.